Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Анаргүл, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамы 2 ғана заттан тұратын, өте оңай жасалатын әрі пайдалы балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен 2 банан қажет болады. 2 бананды қабығынан ашып, тазалап, дайындап аламыз. Тазалап алған банандарымызды осылай дөңгелек пішінге келтіріп, барлығын бір қалыпты етіп, турап дайындап аламыз. Турап алған банандарымызды бір шұңғыл таза ыдысымызға саламыз. Және де оның үстіне 100 грамм сгущенка қосамыз, яғни қоюлатылған сүтті қосып, осының барлығын қазір блендермен езіп дайындап аламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап езіп дайындап алыңыздар. Дәл осы қалпында формаға құйып қатыра берсеңіздер болады. Мен бірақ осылай Қазақстан шоколадын ұсақтап турап қостым. Осылай шоколад немесе Орео печеньесін қоссаңыздар, дәмі одан сайын ерекше болып, одан сайын дәмді болатын болады. Енді жоқ болса қоспай қойсаңыздар да болады. Шоколадымызды ұсақтап турап алып, жаңағы массамыздың үстіне қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған массамызды арнайы формаларға құйып қатырсаңыздар болады, немесе бір реттік осындай пайдаланатын стакандарға қатырып алсаңыздар да болады. Менде осындай стаканмен 2 стакан, яғни 2 балмұздақ шықты, теңдей етіп екеуіне бөліп құйдым. Немесе үйде бар қалаған формаңызға қатырып, шетінен ойып алып, жей берсеңіздер болады қатқаннан соң. Және де бізге осы қазір балмұздақ ағаш таяқшалар қажет болады. Ағаш таяқшаның ортасына салып, мұздатқышта шамамен 5 сағат қатырып алатын боламыз. Мен таңертең қойғаннан соң кешке бірақ алдым. Мінекей менің балмұздақтарым керемет болып қатып шықты. Енді сатындағы ыдысын осылай пышақпен кішкене кесіп жеріп шешіп алсаңыздар болады. Өте оңай, өте дәмді балмұздақты міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Бананның дәмі ерекше болып тұрады. Әрі пайдалы балмұздақ, витамини деп қояйын, ас болсын.